яғни ол сатқан кезде одан пайда көретін нәрсені табу керек. Оны тапқан кезде жасайтын 5-ші қадам тек қана қандай ағылшыншасы қайтала пункт 2-ні болды. Міне, вот это идея плана $1 миллион. Болды мынау. Бітті, ешқандай қиын емес. Егер де сен мынаның ешқайсысын істей алмайтын болсаң, юнит экономика санай алмайтын болсаң, немесе юнит экономика плюс екенін істеп реклама жібере алмайтын болсаң, юнит экономика минус болса оны плюсқа шығара алмайтын болсаң, немесе плюс товары бар бизнес таба алмайтын болсаң, яғни қайтала алмайтын болсаң, онда извини, сен онда көп жұмыс істеп аз ақша табасың. Бітті, все. Нұршейіт мырза қазір Нұршейіт мырзаның кейсінде көргеніміздей, Нұршейіт мырза не істеді? Просто санады и тапты. Пожалуйста. Тірі адам. Өтірік адам емес, тірісі ғой, тірі, міне сөйлей алады. Тірі адам, ана жерде астында парақша ашып тұр. Пожалуйста, бұл кісі біздің бизнес класс деген обучение өтіп алған адамдар. Все, болды. Медитация жасама, жақсы болса медитация. Жасамайды көрдің бе? Жасамайды. Бірақ бұл планы өзгерді. Планы бұл неде? Медитация жасамай, әрекетін дұрыс болса ақша табасың деп айтатын сол. Сен медитация жасап, әрекет жасамасаң, ақша жоқ. Болды. Логика